Hello everyone, баршаңызға сәлем. Ағылшын тілінде this, out деген тіркемелер бар. Сөздің алдында тұратын қосымшалар, орысша айтқанда приставкалар. Мысалы, бірінші this дегеніміз бір нәрсені керісінше жасау, кері бағытқа өзгерту. Мысалы, disagree деген келісу, disagree деген келіспеу деген мағынаны білдіреді. Like дегеніңізді білесіздер. Ұнату, dislike, ұнатпау. Көбіне әлеуметтік желілерде, YouTube'да dislike қойылып жатады, видеолар ұнамаған кезде. Және disconnect деген отсоединиться, яғни бір нәрседен ажырау. Dishonest, нечестный, яғни адал емес, әділетсіз дегенді білдіреді. Dishonest. Және out деген бір нәрсені керемет қып, өте асыра, жақсы орындағанда out деген тіркемені етістікке жалғаймыз. Outrun, обгонять, яғни біреуді қуып жетіп, асып түсу. Outgrow, вырасти, перерасти, яғни даму, өсу дегенді білдіреді. Outwit, перехитрит, жаңағы қулық жасау, осындайды айтады, алдау, арбау деп. Outperform, превзойти, бір адамнан бір нәрседен, мысалы, асып түсу, біздің ойлағанымыздан да асып түсу, outperform дейді. Менің YouTube каналыма тіркеліп, жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін колокольчик басып, оқыған, көрген видеоларыңызға лайк, коммент жазып қалдырып кетіңіздер. Баршаңызға рахмет.